Сәлеметсіздер ме, қадірменді болашақ педагогтер. Сіздердің назарларыңызға цифрлы педагогика пәнінен цифрлы білім беру платформасы тақырыбын ұсынамын. Қарастыратын мәселелер. Цифрлы білім беру платформалары. Цифрлы білім беру платформаларын пайдалану әдістемесі. Ақпараттық білім беру порталы күнделік KZ. Және педагогикалық білім беру порталы Smart Pedagog KZ. Ұсынылатын әдебиеттер. Бұзаубақова Клара Жайдарбекқызы, Амирова Амина Слямханқызы, Маковецкая Анастасия Андреевна. Цифрлы педагогика, Тараз, 2022 жыл. Цифрлы білім беру платформасымен таныс боламыз. Цифрлы білім беру платформасы дегеніміз не? Цифрлы білім беру платформасы электронды оқыту жүйесінің негізгі құрамды бөлігі болып саналады. Цифрландырудың негізгі мақсаты не? Цифрландырудың негізгі мақсаты бәсекеге қабілеттілікті арттыру, оқу тәрбие үдерісін жеделдету және жеңілдету, білім алушыларға, педагогтерге жүктемені азайту, ең бастысы білім беру сапасын арттыру. Цифрлы білім беру платформаларына оқу үдерісін ұйымдастыруға қажетті цифрлық формада көрсетілген фотосуреттер, көркем үзінділер, статистикалық және динамикалық модельдер, виртуалды нақтылық пен интерактивті модельдеудің объектілері, картографиялық материалдар, дыбыс жазбалары, таңбалы объектілер мен іскерлік графика, мәтіндік құжаттар және басқа да материалдар жатады. Цифрлы білім беру құралдарына тоқталамыз. Цифрлы білім беру құралдарына Эдмода және Сократив платформаларын жатқызуға болады. Эдмода оқытушылар мен білім алушыларды байланыстыратын және әлеуметтік желіге сіңісіп кеткен білім беру құралы. Бұл жағдайда оқытушылар онлайнда бірлескен топтар құра алады, оқу материалдарын басқара алады және қамтамасыз етеді. Білім алушылардың үлгерімін бағалауға мүмкіндік болады. Сократив оқытушыларға, білім алушыларға смартфондар, ноутбуктер немесе планшеттер арқылы мобильді құрылғылардың көмегімен шеше алатын жаттығулар немесе білім беру ойындарын жасауға мүмкіндік беретін жүйе. Оқытушылар іс-әрекеттердің нәтижелерін көре алады және соған байланысты сабақтарды жекелендіру үшін өзгертуге мүмкіндік ашылады. Келесі платформа цифрлы білім беру жоба. Проект, интерактивті карта, сілтеме, онлайн викторина, твиттер хронологиясын және бейнелерді, сондай-ақ басқа да операцияларды ендіруге болатын динамикалық слайдтары бар мультимедиялық презентацияларды жасауға мүмкіндік беретін цифрлы білім беру құралы. Финклинг оқытушылар мен білім алушыларға музыка, дыбыс, мәтін және фотосуреттермен интерактивті кескіндер жасауға мүмкіндік береді. Оларға басқа веб-сайттарға немесе Twitter және Facebook сияқты әлеуметтік желілерде бөлісуге болады. Келесі білім беру құралы TED. TED оқытушылар, білім алушылар, аниматорлардың жалпы білім мен жақсы идеяларды кеңейткісі келетін адамдардың ынтымақтастығы арқылы білім беру сабақтарын жасауға мүмкіндік беретін білім беру платформасы болып табылады. CK12 ақш және әлемдегі K12 нарығы үшін академиялық кітаптардың құнын төмендетуге тырысатын веб-сайт. Мақсатына жету үшін бұл платформаны өзгертуге болатын және бейнелер, аудиолар және интерактивті жаттығулар болуы мүмкін интернет арқылы оқу материалын жасауға және таратуға мүмкіндік беретін бастапқы ашық интерфейсі бар. Келесі цифрлы білім беру құралдарына тоқталамыз. ClassDojo бұл білім алушының мінез құлқын жақсарту құралы болып есептелінеді. Оқытушылар топтағы жақсы мінез құлық ұпайлармен марапатталатын және білім алушылардың оқу үдерісіне деген көзқарасы анағұрлым жоғары болу үшін білім алушыларға жылдам кері байланыс береді. EduClipper
Educliter платформасы оқытушылар мен білім алушыларға анықтамалар мен оқу материалымен бөлісуге және зерттеуге мүмкіндік ашады. Сабақ барысында интернетте табылған ақпаратты жинап, онымен бөлісуге мүмкіндік туады. Тиімдірек басқаруға, зерттеу әдістерін жақсартуға және білім алушылардың қол жеткізген жетістіктері туралы цифрлық жазбаға ие болуға жол ашылады. Цифрлы білім беру құралдарына анимата цифрлық құралы жатады. Анимата қысқа уақыт ішінде және кез келген мобильді құрылғылардан жоғары сапалы бейнелер жасауға мүмкіндік беретін, білім алушыларды шабыттандыратын және академиялық сабақтарды жақсартуға көмектесетін цифрлық құрал. Kahoot. Kahoot ойындар мен сұрақтарға негізделген білім беру платформасы. Kahoot білім алушылардың белсенділігін арттыратын және динамикалық әлеуметтік және көңілді білім беру ортасын құрайтын ойын негізіндегі оқытуға ыңғайланған платформа. Келесі платформа Zoom платформасы. Zoom платформасы бұл бейнеконференциялар, вебинарлар және басқа да осыған ұқсас онлайн іс-шаралар өткізуге арналған платформа. Кездесуді тіркеулік жазба құрған кез келген адам ұйымдастыра алады. Тегін тіркеулік жазба ұзақтығы 40 минут болатын бейнеконференция ұйымдастыруға жол ашылады. Skype цифрлы білім беру құралы. Skype дүние жүзімен байланыс жасауға арналған бағдарламалық қамту. Skype көмегімен жеке және топтық дыбыстық әрі тегін бейне қоңыраулар шалуға болады. Сонымен қатар өзге Skype қолданушыларына мезеттік хабарламалар мен файлдар жіберуге мүмкіндік ашылады. Келесі білім беру платформасы Microsoft Teams. Microsoft Teams Microsoft компаниясы әзірлеген жұмыс кеңістігіндегі чат, кездесулер, ескертпелер мен қосымшаларды біріктіретін корпоративтік платформа. Мүмкіндіктері: команда, топ құру, командаға әкімшілік жасау, яғни команданы басқару және каналдарды игеру. Оқу материалын білім алушыларға жіберу, яғни файлдармен алмасу, файлдарды іздеу, іріктеу, топтың жазба кітапшасын пайдалану. Командада хабарламалар алмасу, яғни каналдармен жұмыс жасау, электрондық почта хабарламаларын каналға жіберу, жазбалар құру және оны пішімдеу. Аудио қоңыраулар, яғни чаттар құру және бекіту, қоңыраулар шалу. Жиындар, вебинар өткізуге мүмкіндік бар. Жиынға қосылуға болады, жиындарды жылдам жасауға мүмкіншілік бар. Каналда жиынды жоспарлау, жиындарды басқару және жиын кезінде экранды көрсету. Білім алушыларға арналған тапсырмалар беру, жеке, топтық және жұптық. Тапсырмалар үшін бағалар қою мүмкіндігі бар. Қалыптастырушы бағалауға болады және жиынтық бағалауды да жүргізуге кең мүмкіндік бар. Google Meet платформасы. Google Meet кез келген көлемдегі компанияға үйлесетін және бейнеконференциялар, қашықтықтан әңгімелесулер, вебинарлар, виртуалды тренингтер, қашықтықтан сұхбаттар өткізуге мүмкіндік беретін платформаның бизнеске бағытталған нұсқасы. Google Meet'те шектеусіз кездесулер ұйымдастыруға болады. Яғни қатысушылардың да сандары шексіз. Барлығымен, яғни әріптестермен, білім алушылармен қаншалықты қажет болса, соншалықты байланыста болуға мүмкіндік бар. Корпоративтік іс-шараларды трансляциялауға кең мүмкіндік ашылады. Кездесу кезінде хабарлама алмасуға да болады. Кездесулерді ұйымдастырушылар үшін басқару құралы болып табылады. Кез келген қатысушы терезені бекітіп, платформаны өшіріп, немесе басқа қолданушыларды жіберуге де болады. Алдын ала қарау екраны және бейне мен дыбысты теңшелеу кездесудің кодына немесе сілтемесіне басу арқылы камера мен микрофонды теңшеп, өзіңіздің экранда қалай көрінетінізді қарап алуға мүмкіндік бар. Қатысушыларды да экранда көрсетуге мүмкіндік болады. Келесі платформа Google Classroom. Google Classroom оқытудың
толығымен онлайн көшіруге мүмкіндік беретін белсенді платформа. Тақырыптар бойынша сабақтар құрастыру, материалдар қосу, тапсырмасын беру және тексеру және Google-дың арнайы оқыту үшін ұйымдастырылған пайдалы сервистерін біріктіреді. Classroom-ның төмендегідей мүмкіндіктерін ашамыз. Платформада келесі әрекеттерді жүзеге асыруға болады. Өз тобын немесе курсын құру, білім алушылардың курсқа жазылуын ұйымдастыру, білім алушылардың қажетті оқу материалмен бөлісу, білім алушыларға арнайы жасақталған тапсырмаларды ұсыну, білім алушылардың тапсырмаларын бағалау және олардың жетістіктерін ұдайы бақылап отыруға мүмкіншілік бар. Білім алушылардың қарым-қатынасын ұйымдастыру. Google Classroom-ның төмендегідей артықшылықтарын атап өтеміз. Қарапайым теңшеу, яғни конфигурация, уақыт пен қағаз үнемделеді, ыңғайлық танытылады, нәтижелі қарым-қатынас орнатылады, танымал сервистермен ықпалдастық жасауға мүмкіншілік туады, қолжетімділік және қауіпсіздік. Learning App. Learning App платформасы интерактивті модульдер, қосымшалар, жаттығулар арқылы оқу үдерісін қолдауға арналған қосымша. Бұл онлайн сервис модульдер құруға, оларды сақтауға және пайдалануға, педагогтар арасында еркін ақпаратты алмасуды қамтамасыз етуге, білім алушылардың жұмысын ұйымдастыруға, соның ішінде жаңа модульдерді құру бойынша мүмкіндік береді. Қандай мүмкіндіктері бар? Мүмкіндіктері: таңдау мүмкіндігі, яғни дұрыс жауапты таңдауға арналған жаттығулар. Бөлу, сәйкестікті анықтауға арналған тапсырмалар құрастыруға болады. Бірізділік, дұрыс бірізділікті анықтауға жол ашылады. Толтыру, қажетті жерлерге дұрыс жауапты қоюды талап ететін жаттығулар беруге болады. Онлайн ойындар да ұйымдастыруға болады. Білім алушы компьютермен немесе басқа да білім алушылармен жарысатын жарыс жаттығулар ұйымдастыруға мүмкіншілік бар. Артықшылықтары: тапсырманы құрастырып, оны бірден жариялауға немесе жеке пайдалану үшін сақтауға жол ашылады. Дайын ресурстар тіркелмеген қолданушылар үшін де қолжетімді болады. Өз білім алушылар үшін аккаунт құрып, дәл осы сайтта олардың білімін тексеру үшін өз ресурстарыңызды қолдануға жол ашылады. QGIS бағдарламасы, QGIS платформасы. QGIS Kahoot-қа өте ұқсас білім алушыларды бағалаудың интернет құралы болып табылады. Бірақ кейбір айырмашылықтары бар. Бірінші айырмашылық: топта викторинаны іске қосқан кезде білім алушылар өз қарқынмен қозғала отырып сұрақтарға жауап береді және басқа қатысушылардың жауап беру жылдамдығына тәуелді болмайды. Екіншіден, QGIS-ті құрастырылған викторинаны орындауды жоспарлап қоюға болады, яғни оны үй жұмысы ретінде де ұсынуға мүмкіншілік болады. Үшіншіден, уақыт параметрін алып тастау мүмкіндігі бар. Білім алушы өтіп бара жатқан уақыт туралы емес, берілген сұрақ төңірегінде асықпай ойлана алады. Және сұрақтарға жауап беру кезінде оқулықтың параграфын, кітаптың тарауын, не болмаса қажетті ақпаратты Google жүйесінен тауып алуға мүмкіндік беріледі. QGIS-тің төмендегідей мүмкіндіктерін атап өтеміз. Бірінші, оқу және үйрену үдерісін қолдану, ойындар мен викториналар өткізу, жарыстар ұйымдастыруға болады, тест жүргізуге болады, үй жұмысын қадағалауға мүмкіншілік беріледі, әр оқушының нәтижелерін бақылауға және кері байланыс орнатуға кеңінен мүмкіндік туады. Визерми тегін, қолдануға оңай, тапсырмалар мен жаттығулары бар, соның ішінде бейне ролик негізінде әзірленген интерактивті жұмыс парақтарын жылдам жасауға арналған құрал. Визерми қашықтан оқытуда білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау, топта, компьютер мен интерактивтік тақтада тиімді жұмыс істеу мақсатында интерактивті жұмыс парақтарын құрастыруға және қолдануға мүмкіндік береді. Визермидің төмендегідей мүмкіндіктерін атап өтеміз. Ашық жауабы бар сұрақтар құрастыруға беруге болады.
Екіншіден, жауапты таңдау мүмкіндігі бар сұрақтар, балама тестер ұсынуға болады. Бейне роликке, суретке, комментарий жазуды ұсынуға болады. Сәйкестендіру тестілері, яғни реттілік тапсырмаларын анықтау бойынша тест құрастыруға мүмкіндік бар. Кестені толтыру, мәтіндегі бос орынды толтыру, суретке түсініктеме беру, толықтыру сияқты тапсырмаларды орындатуға жол ашылады. Бос орындарды толтыруды көздейтін цифрлы диктант алуға да мүмкіншілік бар. Бейне роликтер мен суреттерді орналастыруға және оларға жазбалар мен білім алушыларға арналған тапсырмаларды бекітуге мүмкіндік бар. Күнделік KZ платформасы. Күнделік KZ платформасы мұғалімдерге арналған бірыңғай электронды білім беру ортасы. Ол білім беру ұйымдар үшін электрондық құжат айналымының мүмкіндіктерін және білім беру үдерісінің барлық қатысушылары, педагогтер, ата-аналар, білім алушылар арасында өзара әрекеттестікті ұйымдастырудың әлеуметтік желілік құралдарын біріктіреді. Күнделік KZ платформасының төмендегідей мүмкіндіктерін атап өтеміз. Мектептегі білім беруді жаңғырту. Озық ақпараттық коммуникациялық технологияларды білім беру үдерісіне кіріктіру. Педагог, оқушы, ата-ана жүйесінде интерактивті қарым-қатынас орнату. Ақпараттық алмасудың бірыңғай ортасына ену. Мектеп экожүйесін құру және сол жүйеге қызмет ету. Қашықтықтан білім беру мүмкіндіктерін қамтамасыз ету. Онлайн мектеп платформасы. Онлайн мектеп платформасы еліміздің жалпы орта білім беретін мектептерінің оқушыларға арналған типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген сандық контентті қамтитын білім беру порталының жаңа түрі. Онлайн мектеп платформасының төмендегідей мүмкіндіктері бар. Онлайн мектеп платформасы арнайы әзірленген цифрлық білім беру платформасынан тұрады. Бейне сабақтар, деңгейлік тапсырмалар, оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған дағдыларды жүйелі түрде қалыптастыруды көздейтін интерактивті жаттығулар. Білім алушылардың материалды игеру деңгейі мен оқу қарқыны әртүрлі болатыны ескеріліп, оқушыларға платформадағы материалдарды жеке оқуға мүмкіндік береді. Дарын онлайн платформасы. Дарын онлайн кез келген жерде, кез келген уақытта жоғары білікті оқытушылардан оқуға мүмкіндік беретін қашықтықтан білім беруге арналған платформа. Edu жүйесі. Edu жүйесі электрондық мектеп. Мектептерге арналған білім беру платформасы. Білім ленд электронды білім беру порталы. Білім ленд бұл бүкіл әлемдегі электронды оқыту көшбасшыларының озық тәжірибесіне негізделген цифрлы білім беру жүйесі. EDAP мобильді оқытуды басқару жүйесін қарастырамыз. EDAP мобильді LMS және бұл LMS корпоративті электронды оқытудың жаңа стандарты. Микрооқытуды интервалды қайталаудан және LMS-тің басқа да көптеген мүмкіндіктерін қолдана отырып, бұл мобильді құрылғыларда оқуға мүмкіндік беретін мобильді бағдарланған жүйе. Корпоративті білім беру және басқа да ортада оқытуды құрудың, таратудың және талдаудың ең тиімді тартымды тәсілі. Негізгі ерекшеліктері: ақпарат өзекті. Барлық ақпарат орталықтандырылған түрде сақталған кезде оны оңай жаңартып отыруға мүмкіндік туады. Өйткені барлық жерде таралған файлдарды жаңарту туралы алаңдамауға болады. Жылдам кері байланыс жасауға мүмкіншілік бар. Пайдаланушыларға жиі кездесетін сұрақтарға жедел жауаптарды және білімді басқаруға қажетті ақпаратты тез беруге жол ашылады. Көмек сұрауға мүмкіндік бар. Көбінесе пайдаланушылар біреуге қоңырау шалудың орнына өз сұрақтарына жауап табуды жөн санайды. Білімді басқару жүйесі пайдаланушылардың уақытын үнемдей алады. Цифрлы білім беру технологияларының мәнін ашып көрсетеміз. Цифрлы білім беру технологияларына жататындар: білім беру платформалары. Соның ішінде цифрлы білім беру платформалары аудитория мен интерактивті байланыс жасауға мүмкіншілік туғызады.
бейнематериалдар, жаппай онлайн курстар және электронды портфолио. Цифрлы сауаттылықтың мәнін ашып көрсетеміз. Жалпы білім алушылардың, оқытушылардың цифрлық сауаттылығын арттыру үшін әрине әрбір оқытушы, әрбір білім алушы ақпараттық коммуникациялық технологиялармен таныс болуға тиісті. Конструктивтік, әлеуметтік әрекет жасай алуы керек. Сындарлы ойлауы да қажет. Цифрлы сауаттылықтың төмен құқықтары мен міндеттерін білуі шарт. Әлеуметтік сана қалыптасады. Біріктіруші білімнен білім алады. Өзара пікір алмасалады. Кез келген мәселені шешуге мүмкіншілік туады. Кез келген іс-әрекетті, кез келген білімді синтездей алуға жол ашылады. Қауіпсіздік қамтамасыз етіледі. Көкжиектің кеңеюі, азаматтық тәрбие, іздеу ақпараттық еркіндік, игеру, креативтілік, желілік өзара әрекеттесу, модельдеу, шешімді қабылдау. Қолдану мүмкіншілігі бар. Интерактивті навигация дағдыларын меңгереді білім алушы, ақпаратқа қол жеткізу дағдыларын игереді. Көп мақсатты енгізуге жол ашылады. Құзыреттілік, цифрлы құзыреттілік дағдылары меңгеріледі. Кез келген білім беру платформасында жұмыс істеу дағдыларын игереді. Осының нәтижесінде білім алушы кез келген ақпаратқа қол жеткізеді. Ол ақпаратты басқа білім алушыларға таратуға мүмкіншілік бар. Және кез келген жағдайда инфрақұрылым құралдармен танысуға мүмкіндік алады. Қорыта келгенде, дәл осындай жүйеде білім алушының цифрлық құзыреттілігі қалыптасады. Цифрлы білім беру құралдары арқылы оқытушы мен оқушының өзара әрекеттесу құрылымын ашып көрсетеміз. Оқушы қызметі туралы ақпарат алынады, оқу әдістемелік материалдар жасауға мүмкіншілік туады. Бұл әрине цифрлық ортада модульдық жүйелер, қашықтан оқыту жүйесі, LMS жүйесі, оқу ақпараты, оқытушының ұсыныстар беруі және білім алушылармен әртүрлі тесттер жүргізуге мүмкіншіліктің болуы. Педагогикалық білім беру порталына тоқталамыз. Smart Pedagog KZ педагогикалық білім беру порталы. Педагогикалық білім беру порталы Smart Pedagog KZ бұл қашықтан оқытуды және біріктілікті арттыруды қамтамасыз ету үшін барлық білім беру ресурстарына қол жетімділікті қамтамасыз ететін зияткерлік, инновациялық, виртуалды білім беру платформасы. Smart Pedagog KZ педагогикалық білім беру порталының 7 онлайн педагогикалық ресурсын ашып көрсетеміз. Smart онлайн педагогикалық шеберхана, Smart онлайн педагогикалық студия, Smart онлайн әдістемелік қоржын, Smart онлайн коучинг, Smart онлайн коворкинг орталық, Smart онлайн виртуалды зертхана және Smart онлайн цифрлы контент. Smart Pedagog KZ педагогикалық білім берудің басты беті. Педагогикалық білім беру порталында негізгі 6 блок топтастырылған. Бірінші блок басты бет, екінші блок жаңалықтар, үшінші блок біз туралы, төртінші блок жоба туралы және бесінші блок медиа, алтыншы блок онлайн кафедра. Шадринск мемлекеттік педагогикалық университетімен. Ресей. Педагогикалық білім беру порталына жеке тоқталайық. Педагогикалық білім беру порталы жаңа жағдайдағы Қазақстанда педагогикалық білім беру жүйесін жетілдіру. Қазақстан Республикасында қашықтан оқыту барысында болашақ педагогтардың цифрлы құзыреттілігін қалыптастырудың технологиялық әдістемелік аспектілері халықаралық жобасы аясында Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті мен Ресейдің Шадринск мемлекеттік педагогикалық университеті инновациялық ынтымақтастығы негізінде құрылды. Педагогикалық білім беру порталы Smart Pedagog KZ порталының негізгі басты бетінде медиа блогы орналасқан. Педагогикалық білім беру порталының медиа блогы 2 блоктан тұрады. Видеогалерея блогы және фотогалерея. Педагогикалық білім беру порталының медиа блогында видеогалерея бөлігінде педагогика пәнінен 12 видео сабақ топтастырылады. Smart Pedagog KZ педагогикалық білім беру порталының медиа блогында фотогалерея бөлігі. Мұнда
осы ғылыми жоба аясында жасалынған барлық іс-шаралардың фотосуреттері топтастырылады. Смарт педагог педагогикалық білім беру порталының смарт онлайн педагогикалық шеберханасы. Смарт онлайн педагогикалық шеберхана мұнда болашақ педагогтар Қазақстан, Ресей және басқа да алдыңғы қатарлы шетел мемлекеттерінің жаңашыл педагогтарының бейне сабақтарын көру, талдау, педагогикалық практика кезінде сынақтан өткізу нәтижесінде педагогикалық мамандықтың қыр-сыры мен таңғажайып құпияларымен танысады. Қашықтан оқыту барысында сабақтар әзірлейді. Смарт онлайн педагогикалық студия. Смарт онлайн педагогикалық студия мұнда болашақ педагогтар өздерінің алғашқы инновациялық онлайн сабақтарын бейне таспаға жазуға қажетті білік дағдыларды алады. Алғашқы бейне сабақтарын жасап үйренеді және дайындайды. Смарт онлайн әдістемелік қоржын. Смарт онлайн әдістемелік қоржын смарт болашақ педагог Қазақстан мен Ресей және басқа да алдыңғы қатарлы шетел мемлекеттерінің жаңашыл педагогтарының алдыңғы қатарлы инновациялық педагогикалық тәжірибелерін үйрену, қолдану, тарату бойынша қажетті IT құзыреттіліктерді меңгереді. Смарт онлайн коучинг. Смарт онлайн коучинг мұнда болашақ педагогтар педагогика, киберпедагогика, медиапедагогика, цифрлы педагогиканың көкейкесті проблемалары бойынша педагогикалық коучинг тренингтер өткізеді және цифрлы құзыреттіліктерді меңгереді. Смарт онлайн виртуалды зертхана. Мұнда болашақ педагогтер кейбір зертханалық жұмыстарды виртуалды жүргізуге мүмкіншілік алады. Смарт онлайн цифрлы контент. Смарт болашақ педагог өз мамандығы бойынша, өз пәні бойынша электронды цифрлы контент әзірлейді. Смарт педагог кезет педагогикалық білім беру порталының смарт онлайн коверкинг орталығы. Мұнда креативті педагогтер мен болашақ педагогтардың бұл ашық алаңы. Білім беру стартап жобалар жасайтын педагогикалық хакатон. Өз тәжірибелері және өз идеялармен бөлісетін креативті болашақ педагогтардың симуляциялық орталығы. Мұнда смарт болашақ педагог, педагогика, киберпедагогика, медиапедагогика, цифрлы педагогиканың көкейкесті проблемалары бойынша инновациялық зерттеулер мен ғылыми жобаларды жүргізуге қатысты креативті құзыреттіліктерді меңгереді. Смарт педагог педагогикалық білім беру порталы. Мұнда смарт болашақ педагог онлайн тест және онлайн сауалнаманың веб-версиясына және мобильді қосымшасына шығуға болады. Смарт болашақ педагог онлайн сауалнамасында 10 сауалнама ұсынылады және батырманы қайта басу арқылы тілді таңдауға және қайтадан тестті тапсыруға, сауалнаманы қайтадан өтуге мүмкіншілік туады. Смарт педагог педагогикалық білім беру порталының басты бетінің сол жағында іздеу тор көзі орналасқан. Ізделінетін кез келген ақпаратты тірек сөздерін жазу арқылы қажетті ақпаратты іздеуге жол ашылады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.